Роман мырза, жол мәселесі байланысты Қалбатау және Майқапшаға жолына байланысты сенатор Булавкина сізге депутаттық сауал жолдады. Ол жол 2022 жылы біту керек болған, бірақ қазір 29% ғана біткен. Сенаторлар сізден сұрап отыр, антикор тексерсін, құзырлы органдар тексерсін деп. Сіз қалай ойлайсыз, ол мәселені білесіз бе? Ол жолды қытайлық компания және Казгерстрой салған. Қай тараптың бұл жерде кімнің кемшілігі және не істеу керек деп ойлайсыз мұндай жағдайда? Қалбатау Майқапшағай бойынша сіз өте жақсы білесіз. 3 жыл біз осы жол салып жатырмыз. Тағы екі жыл осы жол. Маған толыққан жауап керек. Егер сізге ыңғайлы болса, орысша жауап беріңізші. Тағы 2 жыл. Еще 2 года, да. То есть еще 2 года нужно, чтобы построить эту дорогу? Осы уақытқа дейін 2022 жылы біту керек болды. Ол енді біреу жауапкершілікке тартыла ма, кім кінәлі? Сложности тоже вы знаете. Есть компании, которые участвовали в данном строительстве. Есть к ним большие вопросы, в том числе и у правоохранительных органов сейчас. По качеству, по мобилизации, по расходованию средств. Я думаю, тоже они об этом сообщат. Состоялся буквально вчера митинг по созданию турбоэффекта.